Алдын ала ескертеді ғой енді. Қоңырау шалған кезде қандай эмоцияда болдыңыз? Маған Қасым-Жомарт Кемелұлы оны ұшақта ұшып келе жатқанымызды айтқан бірінші рет. Оны айтуға бола ма екен? Президентімізбен әуеде ұшып келе жатқан кезде осындай тамаша жаңалықты жеткізген болатын маған президентіміз. Ең бастысы халықтың ықыласы, халықтың пейілі, ол ешқандай да марапатпен өлшенбейді деп ойлаймын өз басым. Сол себептен көзі қырағы халық шешеді. Бұл атаққа лайықпын ба, лайық емеспін бе? Менің әрбір аяқ алысым, әрбір жетіп жатқан жетістіктерім, әрбір марапатталып жатқан сәттерім, марапатқа ие болып жатқан сәттерім, ол бәрі көзі қырағы халықтың шешіммен болу керек деп ойлаймын. Сол себепті мені осы уақытқа дейін әрбір аяқ алысымды қолдап келе жатырған тыңдарман қауымға үлкен басымды иіп рахмет еткім келеді. Ел аман болсын, жұрт тыныш болғай, әлемде бейбітшілік болсын, өскелең ұрпақ қазақтың мәртебесін күллі әлем алдында дұрыс жағынан, руханиятты тұрғыда дұрыс жағынан көрсететіндей деңгейде өсіп шыға берсін. Жақсы, рахмет, марапат құтты болсын.